Әріптестер, слайдым көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Дауысым естіліп тұр ма? Иә. Саламатсыздар, сәттілік тілеймін. Әмин, рахмет. Көрініп тұр, жақсы. Дауысың көрініп тұр. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Камераларыңызды қосып отыруларыңызды сұраймын, әріптестер. Слайдым көрініп тұр ма? Дауысым естіліп тұр ма, әріптестер? Иә, естіліп тұр, көрініп тұр. Рахмет. Мен Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Үміткер жалпы білім беру мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Газалиева Гүлмира Қайырқызы боламын. Бүгін мен сіздерге математика және логика екінші сыныпқа арналған авторлық бағдарламамды ұсынамын. Бұл бағдарламамда қазіргі білім беру жүйесінің талаптарына сай оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға бағытталған. Яғни, бұл бағдарламаны мен не үшін жаздым? Қазіргі кезде оқушылардың математика сабағына деген қызығушылықтары төмендеп барады. Дәстүрлі әдістер оқушылардың белсенділігін арттыру әрдайым жеткіліксіз. Сондықтан бұл бағдарламаның ойын элементтерін қызықты әрі нәтижелі ету үшін жаздым. Бағдарламаны әзірлеудегі басты мақсатым математика және логиканы ойын арқылы есте қаларлық әрі мағыналы етіп оқыту. Бүгінде оқушылардың сабаққа қызықтыру өте қиын. Сондықтан логикалық ойын тәсілдерін пайдалану тиімді деп шештім. Бағдарламамның нақты әрі түсінікті жазуға тырыстым. Себебі кез келген жұмыстың нәтижесі сол мақсатқа қалай жеткенімізге байланысты болады. Ал міндеттер сол мақсатқа жету үшін нақты әрекет ретінде көрсеттім. Бағдарламамның мақсаты оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру, күрделі тапсырмаларды тиімді шешуге үйрету, математикалық тілде сауатты сөйлеуге үйрету. Осы мақсатыма сай 8 міндетті алдым. Бірінші міндетім оқушылардың көбейту мен бөлу амалдарын түсініп, қолдану дағдыларын қалыптастыру. Екінші, бірнеше амалмен орындалатын есептерді жүйелі түрде шешуге үйрету. Үшінші, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, ойландыру есептерін шеше білуге баулу. Төртінші, оқушылардың математикалық тілде сөйлей білу, өз ойын дәл және нақты жеткізе алу қабілеттерін дамыту. Бесінші, тапсырмаларды орындау барысында зейін мен ұқыптылыққа тәрбиелеу. Алтыншы, қиындық туындаған жағдайда шыдамдылық танытып, шешім табуға ұмтылу дағдыларын қалыптастыру. Жетінші, жеке және топпен жұмыс жасаған кезде бір-біріне құрметпен қарауға тәрбиелеу. Сегізінші, математика пәніне қызығушылықты арттыру арқылы оқу әрекетіне жағымды көзқарас қалыптастыру. Өзектілігім. Математика және логика әлемдік деңгейдегі ғылым. Технология және цифрлық дәуірдің дамуына ықпал етіп, күрделі мәселелерді шешуге қажетті дағдыларды қалыптастырады. Отандық білім беру үдерісінде математика мен логика пәні білім беру жүйесін дамытуға,
оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін арттыруға және еліміздің ғылым мен технология салаларында бәсекеге қабілетті мамандар даярлауға маңызды ықпал етеді. Жаңартылған білім мазмұны бойынша математика және логика пәндерін оқыту оқушылардың терең ойлап, өздігінен шешім қабылдауға үйретіп, заманауи талаптарға сай білікті және шығармашылық сыни тұрғыдан ойлайтын тұлғалар даярлауға көздейді. Күтілетін нәтиже оқушылардың көбейту мен бөлу амалдарын түсініп, қолдану дағдылары қалыптасады. Бірнеше амалды есептеу шешуге үйренеді. Логикалық ойлау қабілеттері дамиды. Математикалық тілде сөйлей білу, өз ойын дәл, нақты жеткізе алу қабілеті дамиды. Тапсырмаларды орындау барысында зейінділікке, ұқыптылыққа тәрбиеленеді. Жеке және топпен жұмыс істеу барысында бір-біріне құрметпен қарайды. Математикаға пәнге деген қызығушылықтары артады. Оқу әрекетіне жағымды көзқарас қалыптасады. Осы авторлық бағдарламамда жоспарға негізілген функционалдық тапсырмаларымды ұсынамын. Мен міне осындай сабағымда осындай тапсырмаларды қолданамын. Логикалық есептер қолданамын. Яғни қарапайым логикалық есептерді оқушыларым шығара алады. Логикалық тізбектелік ұғымын меңгере алады. Осындай есептер қолданамын. Бірнеше есептердің түрін қолданамын логикалық есептерде. Арифметикалық өрнектер есебін пайдалана отырып, бұл есептерде амалдардың орындалу тәртібін дұрыс сақтай отырып, өрнектерді шығара алады. Модельдеу тапсырмаларында, бұл тапсырмаларда сызба, диаграмма, схема арқылы есептің шешімін көрсете алады. Миға шабуыл тапсырмаларында оқушылар қысқа уақытта бірнеше логикалық тапсырманы шеше алады. Өз ойыныңды құрастыр тапсырмаларында оқушылар шығармашылық ойын немесе тапсырма жасай алады. Жаңа тапсырмаларды және өз идеясын қорғауға үйренеді. Ал олимпиада тапсырмаларында балалар қиын тапсырмаларды өз бетімен шешіп, топта тиімді жұмыс жасай алады. Міне мен осындай тапсырмаларды жиі қолданып отырамын. Сонымен қатар, мен осындай платформалармен де жұмыс жасаймын. Бұл платформада мынандай тапсырмаларды қолданамын. Яғни, жылдам викторина, сәйкестендіру сұрақ-жауап тапсырмаларын қолданамын. Интерактивті презентация тапсырмасын қолданамын. Интерактивті тапсырма түрлерін қолданамын. Міне, көріп отырғандарыңыздай, осындай платформалармен жұмыс жасаймын. Көрулеріңізге болады, өздеріңізге жазып алуларыңызға болады. Яғни сіздердің сабақтарыңызда да осындай платформаларды қолдануға мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни жылдан викторина тапсырмаларында оқушылар миға шабуыл логикалық ойлар дамиды. Ал сәйкестендіру сұрақ-жауап тапсырмаларында балалар өрнектерді
тиімді шығара алады, өрнектерді дұрыс орындай алады. Интерактивті презентацияларда балалар модельдеу, шығармашылық ойлары дамиды. Интерактивті тапсырма берген кезде оқушылар есептерді, диаграммаларды құрып, есептер орындай алады. Сонымен қатар, математика және логика бағдарламам бойынша сыныбымда 15 оқушы бар. Сол оқушыларым жылдың басында осы бағдарламаны қолданған кезде және жылдың соңында тест нәтижелері төмендегідей сипатталды. Жылдың басында бұл бағдарламаға дейін оқушылардың жетістігі 36% болды. Енді мен сіздерге осы оқушыларымның қандай дәрежеге жеткендігін айтып берейін. Тест нәтижесі бойынша оқушыларым, мен сыныбымда 15 оқушы бар деп айтқан болатынмын. Өте жақсы деңгей бойынша бастапқы сауалнамада 3 оқушы болса, өте жақсыда қорытындыда бұл көрсеткіш 5 оқушыға жетті. Яғни 2 оқушыға өскенін көрсетеді. Жақсы деңгейдегі оқушылар саны 4 оқушыдан 5 оқушыға дейін өскен. Яғни бұл 1 оқушыға оң өзгерісін білдіреді. Орташа оқушы деңгейіндегі 4 оқушыдан 3 оқушыға дейін азайған. Яғни 1 оқушыға төмендегенін көрсетеді. Төмен деңгейдегі оқушылар 4 оқушы болған бастапқыда, ал қорытындыда бұл көрсеткіш 2 оқушыға дейін азайған. Яғни 2 оқушы азайды дегенді білдіреді. Жалпы алғанда өте жақсы және жақсы оқитын оқушылар саны менде артты, ал төмен, орташа оқитын оқушылар саны азайды. Бұл яғни оқыту процесінде оң нәтиже бар екенін көрсетеді. Енді осы бағдарламаның тиімділігі бойынша, осы бағдарламаны пайдаланған кезінде, бастапқы кезінде 36% көрсеткішті көрсетті. Ал осы жылдың қорытындысында оқушыларымның 86,6%-ға жоғарылағанын көрсетеді. Яғни бағдарламамның тиімділігі. Міне көріп отырғандай. Яғни жаңағы оқушыларымның жақсы оқу барысында логикалық оқу деңгейлері 86,6%-ға жеткенін көрсетеді. Яғни ешбір оқушы нашарламағанын көрсетіп тұр, яғни 0%-ға. Ал өте жақсы оқушы 8 оқушыға, яғни 53%-ын көрсетіп тұр. Осы бағдарламамның арқасында. Енді қорыта келе, математика және логика пәні оқушылардың тек математикалық білімін алып қана қоймай, өмірде қажетті болатын логикалық, коммуникативтік және зерттеушілік дағдыларын дамыды. Бұл пән оқушылардың оқу сапасын ғана артпай, оқушылардың жеке жұмыс жасауына, өз-өзіне сенімділік, жауапкершілік және шығармашылық ойлау дағдыларының оң ықпалын етті. Алдағы уақытта бұл бағыттағы жұмыс жалғасын табады деген ойдамын.
оқушылардың математикалық мәдениетін тереңдете түсу көзделуде. Бұл пәнді мен ары қарай тек 2-ші сыныпта емес, 3-ші, 4-ші сыныпта оқу дағдыларын дамытуға бірнеше тапсырмалар жазып ары қарай қолданамын деген ойдамын. Әріптестер, бұл менің бағдарламамның бағыты осы. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Сұрақтарыңыз болса, айтыңыздар. Барлығы түсінікті. Гүлмира Қайырқызы, өте үлкен рахмет. Қолжетімді, түсінікті, өте тиімді бағдарлама. Бізге де іс тәжірибемізге үлкен пайдасы тиеді деп үміттенеміз. Шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Өте балалардың, жаңағы өзіңіз айтқандай, тек білім алуда ғана емес, өмірде де көп жағдайларда қажеттеріне асатынына сенімдіміз. Рахмет сізге. Рахмет. Көп рахмет. Тағы сұрақтарыңыз болса, әріптестер. Мен Қарағанды қаласынан Шаймерденова Сарқыт Шаймұханова. Бүгінгі мінекей Газалиева Гүлмира Қайыровнаның оқыған жұмысы өте керемет, өте жақсы. Жаңағы таныстырылымнан өзіне көруге болады. Күнделікті тәжірибесінде қолданып жатқан жұмыстары, мұғалімнің өзінің тиімді тәсілдерді қолдана білетіні балаларға өте жақсы білім бере алатыны көрініп тұр. Рахмет. Рахмет, әріптестер. Сіздерге осы авторлық бағдарламам пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет. Қатысқандарыңызға рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік. Рахмет, әріптестер, көп. Сау болыңыздар. Сізге де рахмет. Рахмет. Үлкен шығармашылық Сау табыс. болыңыздар. Әмин. Рахмет. Сау болыңыздар.